Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте тез дайын болатын және өте дәмді болып шығатын сырникидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бір жасағаннан-ақ сіздерде өте сәтті шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға сүзбемізді алып, осылайна вилканың көмегімен араластыратын боламыз. Қыздар, бұл жерде сіздерге айтып кететінім, сүзбенің сапасы өте маңызды. Өйткені сіздерде тым құрғақ болатын болса, одан сіздер бір-біріне жабыспайды, сырники сіздерде дұрыс шықпай қалатын болады. Егер сіздерде сондай құрғақ, шашырап тұратын сүзбе болатын болса, онда сіздер оны бірінші миксермен жақсылап тұрып араластырып алғандарыңыз жөн. Содан кейін барып жасауларыңызға болады, бір-біріне жабысып тұруы керек. Жаңағы сүзбемізге бір жұмыртқа қосып, сосын 2 ас қасық қант қосып, және де үстінен 2 ас қасық ұнды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менде Джилсидің сүзбесі, сондықтан мен осылайынан вилканың көмегімен ғана араластырып жатырмын. Егер сіздерде қатты құрғақ болатын болса, жаңағы айтқанымдай миксерді қолдансаңыздар болады. Тақтайшамызға осылай ұн сеуіп аламыз, және де қолымызға да ұн сеуіп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені жаңағы сырники жабысып қалмас үшін. Осылайнан ұнға аунатып отырып, сырникидің формасын шығаратын боламыз. Сіздерге қандай өздеріңізге ұнайды. Маған кішкене жұқалау болған ұнайды. Сондықтан мен осындай кішкене жұқалау ғып формасын шығарып жатырмын. Осы сырникиді міндетті түрде жасап көріңіз. Өйткені бұл өте оңай. Мен осы уақытқа дейін қаншама сырникидің рецептерін жасап көрген болатынмын, бірақ көбісінде маған ұнамады, жұмысы көп және дұрыс шықпайтын, жабысқақ болып жабысып қала беретін болатын. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер өте күшті болып шығады. Сондықтан сіздерге осы рецепті ұсынып отырмын, және де кеңес беремін, осылай жасап көрсеңіздер. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, сұйық май құйсаңыздар да болады. Мен сливочный май салдым, сары май. Сары маймен өте дәмді болып шығады. Содан кейін сырниктарымызды бірден салып отырып, бетін жауып пісіретін боламыз. Осылайнан қызарған соң келесі бетіне ауыстырып, екі жағын бірдей қызарып алғанша пісіреміз. Сырниктарымыз осындай әдемі болып шықты, және де дәмі өте ерекше дәмді болды. Ас болсын барлықтарыңызға.